жылдарда бастап алған театр бүгінгі күнде бүткіл Қазақстан емес шетелге аты әйгілі, жан-жақты өзінің деңгейін дәлелдеп, өзінің қойылымдарымен сондай биіктерге жетіп келе жатқан театрлар. 26 мемлекеттің ішіне кіру, сол фестивальға қатысу, ол Қазақстан үшін қазақ театрларының ішінде солармен терезесі тең болу, кейде солардан да биік болу, ол қазақ театрларының бүгінгі күндегі бет-бейнесі, бағыты, бағдарламасы, бұл қазақ театрларының бүгінгі күнде биіктігін көрсетеді. Театр үшін өте табысты жыл болды деп айтуға болады. Себебі биылғы жылда бірнеше жаңа қойылымдар болды, фестивальдар болды, үлкен гастрольдік сапарлар болды. Бұның барлығы театрдың алдына қойған жоспар бойынша жасалған жұмыстар. Театрдың бүгінгі жалпы тынысы, жалпы өзінің деңгейі, өзінің бүгінгі талапқа, тілекке сай деп ойлаймын. Қателік кетсе кешіріңдер, барлығы да өзімнен. Қаһарлығым көрінбей ме үнсіз жатқан көзімнен. Мен өлгенде жыламаңдар, ешбіреуің өтінем, жылап келдім дүниеге, күліп өтем өмірден. Туған жері сұлу төрдің сылдырап аққан бұлағы, жайқалып өскен құрағына дейін, бұл күнде сарғайған сағынышқа айналған сансызбайдай жайсаңда жампос азаматын жоқтайды. Жайдарда жарқын мінезімен, алмасымен қол ұстасып, сұлу төрге иек артқанда алдынан шығатын туған туыс, көрші қолаңдарда бүгінде жоқ. Тек өзгермеген әдем табиғат. Тобықтан келетін көк шалғыны жайқалып жататын жасыл белдерде сансызбайдай сымбатты перзентін аңсап аңғасы кебеді. Абзал да ақ көңіл жан, Сансызбай Нұрсияұлы Қордайдың сұлу төр ауылында өзі сияқты қарадомалақ балалармен бірге көк қуалап, асық ойнаған, атқа мініп, көкпарға шауып өскен бала болатын. Сұлу төр атты жұмақ мекеннен алғашқы болып, Алматыдағы аты дүркіреген консерваторияға оқуға түсу, екінің бірінің маңдайына жазылмайтын бақ болған ол кезде. Міне осы студенттік шақтан-ақ Сансызбайдың өз айналасына арайлы, шуақты да шырайлы ғұмыр басталды. Қылдырықтай жас жігіт, дене бітімі Аполлондай, сымбатты сұңғақ, қияқтай ғана мұрты бар. Кірпігі қасы қап-қара, өзі де қара торы әдемі жігітті көрдім. Әшірбай ағамыз біз 3-ші курс оқып жүрген кезде Сансек деп еді жарықтық Сансызбайды. Біздің Сансек директор болады дейді. Оқып жүргендері педагогтар бәрі сыйлаушы еді. Курста осы Сансызбайсыз бір жұмыс бітпейтін еді. Ол кісі күн сияқты жан-жағындағы адамдарға шуағын шашып тұрады. Қазақ театр өнерінде өзіндік орнымен қолтаңбасы қалған, білікті менеджерлік, іскер, басшылық мектебін қалыптастыра білген, құрмет орденді, мәдениет қайраткері Сансызбай Нұрсияұлының еңбек және шығармашылық жолы Қарағанды, Павлодар, қайтадан Қарағандыда өтті. Әкесі Нұрсадық пен Батигүлана, аға жеңгелері арқаға қызметке шығарып салғанда, бірер жылда туған жерге оралар деп үміттенді. Бірақ жігерліде жалынды азамат арқадан асып, керекуге де еңбек сіңірді. Қазағы аз, басқа ұлт өкілдері көп тұратын аймақта қазақ театрын ашуға атсалысты және сол ұлттық театрды іргелі өнер ордасы деңгейіне дейін көтерді. Сәкен өлместей жігіт болатын. Өзі қазіргі заманда батыр, қазіргі заманда жанкешті дегендей адамдар жоқ көрінеді ғой. Сәкенмен алғаш таныстығымыз мына Павлодардың Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрында актер болып жүргенінде басталған еді. Ерсайын Тапенов бастаған топ осы театрды ашқан күннен бастап кәдімгі сол заманға, мына тәуелсіздіктің алдыңғы жылдарында сондай өңірлерде қазақтың аз заманында қазақ театрын ашып, сондай процестің ауыртпалығын жеңе білген батырларымыз деп айтуға бүгін толықтай қақымыз бар ғой деп ойлаймын. Себебі
қазақ театры кімге керек? Павлодарыңда көп болса 10% қазақ тұратын шығар. Оның өзі негізінен базарда жүрген, әйтеуір мектепте жүрген майда шүйде балалар болмаса, осы театр болмайды деушілер де болған. Бірақ шын мәнінде алғашқы Айман Шолпанынан бастап сол театрға халықтың ықыласы қандай керемет болғанына біз куә болдық. Ал ол кімнің арқасы? Ол осы Сансызбайлар, кешегі өтіп кеткен Мұхтарлар, Ерсайын ағалардың арқасы болған сөзсіз. Билетті ала салып, біресе алюминий заводына, біресе трактор заводына барып, ол кездегі ол заводтардың көпшілігі енді орыс тілді азаматтар, бірақ сонда да осы қазақ екеніне мақтанып, осындай театр ашып жатқандарын бәлденіп, соларға барып қайткен күнде де көрермен келу керек бұл театрға. Мына билетті өз ақшаңа сатып алды, анау жағдайы жоқ қазақтарға таратып бер деп айту, бұл 90-шы жылдардағы осындай батылдықты талап ететін. Былайша айтқан кезде қазақ екендігіне мақтан ете отырып, осы елдің иесі ретінде өздерінің өнерін өркендетуге жол таба білген жігіттердің бірден бірі осы Сансызбай ағам. Ал енді сол тәуелсіздіктің қазақ өнеріне берген бірден бір үлкен сыйы бұл осы солтүстік өңірлерде, батыс өңірлерде қазақ театрларының ашылуы деп айтуға болады. Жақып Омаров, Ерсайын Тәпенов, Жамбылбек ағам сияқты жанкештілердің былайша айтқан кезде батырлығы арқылы солардың көз жұма кіріскен ерен еңбектерінің арқасында бүгін іргелі, қабырғалы, кәдімгі мақтанышпен айтатын театрға айналуы болып табылады. Сондай жанкештілердің біреуі мен танығанда осы Сансызбай болатын. Кешке сахнада сүбелі образдарды ойнайтын актер, күндіз басшы, Сансызбай Бекболатовтың Ахан серідегі Қоңқайы, Айман Шолпандағы Қортық шалы, Заман ақырдағы дастаны, Әпке қойылымындағы Омары, актердің бесаспап шеберлігін танытатын, бағы жанып шыға келетін күрделі рөлдер болатын. Түрлі фестивальдарда сыншылар мен қазылардан жоғары баға алып, көрермендердің көзайымына айналғаны өз алдына бөлек әңгіме. Абутюрен кезімізден бастап таныстық, екеуміз дос болдық. Екеуміздің сөзіміз таусылмайтын еді, екеуміздің қалжыңымыз, оның күлгендегі сәбидей рияз күлкісі, күлгенде көз жұмылып, осы шегін басып күлуші еді. Сансызбай өмірге таза адал болып келіп, таза адал адам болып өтті. Кісі сыйлай білетін қасиеті ерекше еді. Бірақ Сансызбай қай жерде болсын, актер болмасын, әкімшілік қызметте болмасын, директордың орынбасары болмасын, болмаса директор болмасын, қай жерде Сансызбай барын салды, жанын салып істеді. Тіпті мен өзім ойлаймын, осы Сансызбайдың осы науқастанып ауырғанның өзі, Сансызбайдың осы жұмысқа деген ессіз, көзсіз ерлігі, сол көзде шатырға шығып, жұмысшыларға араласып жүруі деп білемін. Ал егер Сансызбай жоқ істей беріңдер, мен карантинде маған шығуға болмайды десе, мүмкін Сансызбай ауырмас еді. Сансызбай Бекболатов қазақ өнеріндегі менеджер тарихындағы директорлық қызметтегі осы қазақ театрларының ішіндегі өз орны ерекше тұлға. Сансызбайдың Қарағанды театрындағы азды болса істегені, оның әсіресе директор басшылық қызметті істегені, ол көрермендер үшін де, достар үшін де, театр тарихын зерттейтін театр сыншы, театр қайраткерлер үшін де әлі тың дүние деп білем. Сансызбайдың енді басқа ғұмыры басталды. Ол ертегідей ғұмыры, Сансызбайдың жұлдызы мәңгі сөнбейді деп ойлаймын. Өйткені ол осы жер бетінде өзінің ізін адамгершілікпен, тазалықпен, достықпен, өнерге дейтін үлкен ұлы махаббатымен қалдырған азамат. Талайдың қамқоршысы қайтқан мендей,
артында қайғылы жас қалған сенде, жүрерсің көпке дейін көндік алмай, қолайсыз дастарханда жыртық жеңдей. Қара жер бауыры соқ айырған соң, өлімге кеткен емес ешкім көнбейді дейді. Қадиша анамыз айтушы еді жарықтық. Әртіс болмаңдар, адам болыңдар. Әртіс болмаңдар, адам болыңдар деп. Бір сол сөзін біз анамыздың күні бүгінге дейін тоғылып көтеріп келе жатқан пенделеріміз. Соның бірден біреуі біздің Сансызбайымыз еді. Оның жүрген жері отырысы бөлек болады. Не екенін білмеймін. Соңғы кездері осы сыйластық туралы мына фәни жалған дүниеде адамға керегі. Сашка дейтін мені. Сыйластық. Кейде айтады ғой, адам өзі жарықтық өмірден озатын кезде тынымсызып кетеді дейді ғой енді. Кім біледі, бір Алла біледі. Сондықтан біздің Сансызбайымыз сондай тірлік жасаушы. Оның пысықтығы тереңде жатады. Пысықилықты көрсетпейтін ол. Нағыз кәдімгі мықты тоқыған, білім алған болмысына сіңірген, қай кездерде, қай жерде болмасын дәлелдеп отыратын ол. Өзгеден көрген жақсылықтан көрі, біреуге істеген жақсылығының шапағаты да, шарапаты да, ләззаты да басым. Бүкіл өмірін жақсылық жасаумен, өнерге қызмет етумен өткізген Сансызбай Нұрсия ауылының ұстанған дара жолы біз үшін үлгі, өнеге. Сансызбай ағамен Павлодар театрында 20 жылдан астам бірге қызмет еттік. Өмірдің қуанышты, қызықты сәттерін бірге өткізіп, аға әні болып жақсы сыйластық. Сансызбай ағаның бір ерекше мінезі, бұл кісі өзіне дегенде түк істемеу мүмкін. Тіпті өзіңде бір шеге қақпауы да мүмкін. Бірақ біреуге жақсылық жасауға келгенде, біреуге көмектесуге келгенде, бұл кісі жоқ деген сөзді білмейді. Қай уақытта болса да дайын тұрады. Үлкенге де, кішіге де сыйлы болды. Доспен достай сырласа білді. Қайран, Сансызбай ағаның бұл өмірден өткеніне мен әлі де сенбеймін. Бірақ амал қанша. Жазмыштан озмыш жоқ деген осы шығар. Мәңгілік өмір өлімнен кейін басталады. Әрбір тірі жан өлімнің дәмін әйтеуір бір татады. Бұл өмір алдамшы. Дүниеден басқа еш нәрсе емес дейді қасиетті Құран аяттары. Алдамшы емесі соңында қалдырған ізгілікті істерің, адами асыл қасиеттерің, ұрпағың ғана. Сансызбай бауырым ойыма түскен кезде бір өкініш сезім кетпейді, сағыныш сезім кетпейді. Өкінішке орай енді ондай досым жоқ менде енді. Болмайтын да шығар. Өмірінде сен деп сөйлемей, шамасы жеткенше ойбай-сіз ғой деп өзі бір бұртиып артатын, айтатын әңгімелерінің әрқайсысында үлкен сабақтар болатын. Сол ағамыз 164-ші болып қайтыс болды. Бір жыл болса да әлі бауырым қасымда жүргендей. Әкеміз біздің қабырғамыз қатып үлгермей дүниеден ертерек өтіп кетті. Мен ол кезде 17 жаста ғана едім. Сонда осы үлкен жездеміз әке орнына әке бола білді. Сағыныштың сазы жанын тербеп, кеудесін кернеген сәтте балалар мен немерелерден бастап Сәкеңнің жан-жары Алманың өзі терезеден жолға қарап ерегісейді. Жарқылдап, жарқырап Сәкең есіктен кіріп келердей көрінеді. Сарғайған альбом беттерін ақтарып, сырласады. Бір күні кетем. Қара жер орын бұйырап, қара бұлт аспан төбемнен келіп түйіліп,
көңілін жұрттың көтеріп күнде жүретін әзілкеш жанның күлкісі мүлде тыйылып. Бір күні кетем. Өшіріп мүлде өкпемді, сұлбасы ажал, соңғы кез жиі көп келді. Бәйшешек гүлін мен үшін иіскеп қойыңдар, көре алмай қалсам, қайтадан енді көктемді. Нағыз қимас азамат, бір жақсы көретін, бір бауырымдай болған Сансызбай ғой. Оның ерекшелігі жанның тазалығы. Оның ерекшелігі сахнада да адал, өмірде де адал, достарына да адал, сондай бір көзге түскен бауырым болатында. Енді Қарағандыда жүріп, осы сахнада жүріп, нағыз үлкен бір шеберлік деңгейге жеткен кезде, қасымыздағы Павлодар облысына Керекеге барып, сол елдің де бір абыройлы азаматы болғанына мен өзім мақтанышпен оны айта аламын. Дегенмен Қарағандыға келіп, жаңа ғимаратына салынған кезде ғой енді, келіп сол театрға басшылық жасады. Сол кезде өзің нағыз маман екен, нағыз сахнаның шебер екен, нағыз тек қана актер емес, оның әлгі ұйымдастырушы қабілеті көзге түсіп, сол бір көп деген жаңалыққа енгізді. Біздің Сансызбайдың бір ерекшелігі сол кезде мынау театрдағы үлкені бар, жастар бар, орта буыны бар, бәрінің басын қоса білді. Театрды бір ұжым қылып, бір өзі сол ұстап отырғаны сол кезде елдің бәрінің көзіне түсті. Театрдың репертуарына ерекше көңіл бөлді. Әрбір актермен жұмыс жасағанды қалады. Сонан кейін өзі көркемдік жетекші бола отырып, сырттан да көптеген мамандарды шақырып, режиссерларды шақырып, үлкен аға буын актерларды шақырып, біздің театрдың репертуары сол кезде өте жаңарды. Тағы бір ерекше айта кететін жағдай, ол біздің сыртқа шықпай жүрген театрымыз сол кезде тек қана Қазақстан бойынша емес, ол бос болмасты ғой, шетелге көп барды. Оның ішінде мынау Түркия еліне, Сербияға барды, Ресейдің Башқұртстанына барды, Азербайжанға барды. Түрік туристердің өзі бір емес бірнеше барған, біз бәріміз де білеміз. Сонда қазақтың өнерін, қазақтың нағыз сахна шеберлерін көрсете білді. Өте мейірімді, ақ көңіл. Какой-то бір оның бір энергетикасы бар еді. Аяғы жеңіл. В общем, несі жолын табатын еді осы. Енді Сансызбайдың осындай зам директор болып, директорға шейін өсіп, сондай неге жеткеніне, конечно, біз қуандық. Мен сенбеймін осы. Сағынғанда кітабын қараймын. Өзден үлкен осы әсағаңлармен кәдімгі жолдас сияқты сөйлеседі ғой. Олар да бұны ешқандай сен ондай мұндай демейді, соған мәз болады, сонымен сөйлескеніне мәз болады ғой. Енді ондай адамдар өмір сүруге керек енді жас кетіп қалды. Келгенде айтып еді, Шоқан Уәлихановтың фильмі түсіреді екен, соған мен өттім деп. Ой, жарайды, ақшыл болсын, ақшыл тілеймін. Айтып едік, енді қайранды кетті. Енді әйелінде кішкене ауыр болды, потому что ол Сансызбайсыз бір жұмыс не қылмайтын еді, аузынан сансик деп осылай жүруші еді әйел. Әйеліне, конечно, алмаға ауыр болды, ауыр тиді, конечно. Енді қайтеміз, бәріміз солардың ендігі бала шағасына, немере шөберелеріне амандық тілейміз. Мұндай жігіттерді ұмыту мүмкін емес. Таңғы 8-ден бастап жұмыста жүретін. Көп әңгімелесетінбіз театр туралы, өнер туралы, кино туралы. Ол кісі сондай жан-жақты болатын. Шаруашылықты да жақсы білетін, жақсы меңгерген. Талантты адам, талантты болғанда, бар жағынан талантты. Өйткені әркімнің қолынан келмейді. Директорлікті театрда басқарып, директорлік орнында отырып, шаруашылықты жақсы біліп, жақсы басқаратын. Өмірі театрдан шықпаушы еді. Театр менің өмірім деп. Тіпті жұмыскерлермен бірге аянбайтын, жиі көретін, қыста жұмыскерлермен бірге өзі де қар тазалайтын.
шіреніп жүрмейтін. Сол кісіні мен өте қатты туған ағамдай жақсы көретін. Бір жылы Ереке мынандай жасағым келеді, сыншыларды әкеп бүкіл театрларымызды көрсетсек қалай болады деп. Театр сыншыларын алып келіп, шақырып, Алматыдан, Астанадан бүкіл театрларымызды көрсеттік. Бүкіл театрлерге баға берді. Сол жылы үлкен жақсы бір жұмыс өтті. Сондай о кісіге риза болғаным сол жылы. Бірде бір тапсырманы қараусыз қалдырмаушы еді. Сол театрдың сол жылдары Наурыздан бастап қазақ хандығын өткізіп, сондай бәріне кәдімгідей үлгі болдық. Сол жылдары Астанаға да келдік, бүкіл облыстар келіп көрсетті өздерінің болмыстарын. Сонда тура бірінші орын алғандай болдық. Сахна тұр, тура осылай жасап, оны Наурыздан бастап, анау Ұлытауға дейін алып барып, бәрін өзі қадағалап жүретін. Ондай адамдар өте сирек болады. Бір туар адамдар ғой. Жатқан жері жарықтық, жайлы болсын. Сансызбай Нұрзияұлы табиғи талантымен, іскерлік ұйымдастырушылық қабілетімен жастайынан ақ көзге түскендіктен 2012 жылы Туған театрына басшылыққа келді. Жаңа ғимаратта жаңа кезеңді бастаған қазақ драма театрының шығармашылық қарым-қабілетін шыңдап, жас әртістердің басын қосты, ортақ мақсатқа жұмылдыра білді. Өзінің парасатта, зиялы өнерге ұласқан рухани көркемдік ізденістері, еңбекқорлығы нәтижесінде ұлттық театр өнерінің айналасында жүрген үлкен кіші буын әріптестерімен бірге өсіп, рухани шыңдалған, адами қасиеттермен айналасына таланттарды жинаған дара тұлға болды. Сахнада тамырыңды танып, дәл таба білетін ғажайып серіктес, өмірде адал дос, шыншыл азамат, өзінен кейінгі буынға ұстаз, өнердің хас шебері, Сәкен театрының Сәкен келбетті жетекшісі Сансызбай Нұрзияұлы соңғы 8 жылда театрды жаңа биік белеске көтерген еді. Академиялық мәртебе беріліп отыр. Бұл жалғыз біздің театр ғана емес, облыс жұртшылығына өте қуанышты жағдай. Сондықтан да мен айтам, бұл үшін үлкен еңбек жасалды, тер төгілді. Осынша жыл уақытында Қарағанды театрының бүткіл жалғыз Қарағанды облысы емес, ол кезде Совет өкіметі кезінде орталықта осы Қарағанды театрында орталықта ғана болған. Мынау солтүстік облыстарда театр болмаған, сондықтан барлығын мәдениетке, биіктікке тәрбиелеген осы Қарағанды театры болатын. Сансызбай Нұрзияұлы Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының академиялық атақ алуына ерекше күш-жігер жұмсап, басшылыққа тағайындалғанда берген уәдесін орындағанымен, соның жемісін, қызығын көре алмағаны өкінішті ақ. Енді біз бір әке бір шешеден Сансызбай 3-ші мектепте жақсы оқып, мектептің үздігі аталып, 72 жылы Трудовик колхозында мектебін бітіріп, ең бірінші консерваторияға түскен осы менің Сансызбай ағам. Сонда жолдастарына, бауырларына, туыстарына өте жақын тұратын. Қыстың қақарында, күздің боранында, көктем кеш келеді. Соған көп күтім керек. Театрдың айналасы ішін, оның ішінде еңбек етіп жүрген әріптестерін, әрқайсысын соны ойлап, соған шапқылап, шет мемлекетке көп жолдамалар алып, біраз мемлекетке сол театрдың атын шығарып, барып келді. Жеңгеміз Алма екеуі осы салада, сол кеңес заманда осы Петропавл облысы, Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Торғай облысы көп жерлерді аралап, сондай көп жолдас жинады бұл кісілер. Қазір қай жерде не қылсаң да таныстары көп. Сансызбай семьясы туралы жақсы тілек айтушылар өте көп. Семьясында бір ұл бір қыз, өте жақсы тәрбие беріп, 2 баласына қазір үлкен қызы Әсия Қарағандыда тұрмыста, 2 немересі бар одан. Ол жас баласы, ұлы осы Астанада, ол да үйленіп, қазір үлкен маман.
кешіріңіздер кішкене толған. Жас кетті, көп жоспарлар бар еді. Осы театрды әлде үлкен деңгейге жеткізем деп. Сол кейін академический театр қалғанда қандай мұны бір көкке тигендей болып қуанып ағамыз. Оның әріптестері бірге қолдап, сондай жетістікке жетті. Оған біз мақтан тұтамыз. Ағамыздың артында із қалды деп. Соны Керекеде жүріп бір жақсы отбасы болды. Жақсы алма екеу бір үлкен семья болып, өмірге жақсы балалар келіп, солардың қызығын көріп, немерелі болып отырған кезде, сондай сәтте біздің Сансызбай өмірден кетіп қалды. Енді сонымен қатар мен айтар едім, Сансызбайдың бір бөлектігі мынау үлкендерді сыйлай білді ғой. Үлкендердің алдынан көліне өтпейтінді, сыйлап отыратынды, ақылдасып отыратынды, бір сұрайтыны болатынды. Мен ақылдасайыншы деп кейде менің өзіме де телефон соғып, апай, мен осы бір жұмыстармен ақылдасайын деп едім, келіп кетейінші сізге дегенде, әрине мен қуанып ғана қарсы алып, сол екеуміз біраз әңгімелесіп, сөйтіп отырушы едік. Біз Сансызбайды ұмытпаймыз. Сансызбай біздің жүрегімізде, Сансызбай біздің нағыз өзіміздің жақсы көретін азаматымыз болып, біздің жанымызда, жүрегімізде болады деп ойлаймын. Қазақ театры және кино өнерінің майталманы, Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Сансызбай Бекболатов маған ең алдымен жезде болатын. Бір отбасынан түлеген жетеуміздің үлкені Алма апамыздың Құдай қосқан асыл жары, өмірлік серігі еді. Бізді өзінің кең жазира құшағына, қамқорлығына алып, бағыт-бағдар берген ақылшымыз болды. Ортамызда береке бірліктің ұйытқасы, отбасымыздың тірегі болған кең жүректі адам еді. Ағайын арасындағы торқалы той, жақсылық немесе ауыр жағдай бәрі жездеміздің қатысуынсыз өтпейтін. Өлімге берер жаным бар, пендеге берер арым жоқ деп өмірден өткен Сансызбай Нұрсиялының жарқын жүзі, асыл бейнесі, оны таныған жандардың жүректерінен мәңгілік орын алған. Адам баласын ренжітуді білмейтін ақ көңіл, таза пейіл елгезек азаматтың кең байтақ Қазақстанның барлық түкпірінде қимас достары, жан жолдастары болды. Сансызбайдың әкесі Нұрсия атамыз Сансызбайдың атын дұрыс қойған екен. Жанның тазалығы, жүрегінің адалдығы, адамға деген жақсылығының аямауы, міне Сансызбайдың тұр-тұлғасының болмысының бәрінде осы айтып тұр. Біз оны мәңгі ұмытпаймыз. Біз Сейтжан өкемізге Сансызбай пана болып жүруші еді. Өзінің туған ағасы санатпен қатар көретін. Сахнада қанша Сансызбайменен бірге партнер болдық, қаншама рөлдер, образдар шығардық, бірге қызметтес болдық. Ол ойнаған рөлдарының әрқайсысы әртүрлі, әрқайсысының өзінің ерекшеліктері бар еді. Қанша образ жасап, қанша адамдың кейіпкерін сомдаса да, оның әрқайсысы өзінше бір ерекше болатын. Ол онымен қоймай біраз спектакльдер қойды. Қаншама осы гастрольге шығып, фестивальдарға шығып, жүлделерге ие болып, сондай бір үлкен-үлкен биіктерді алып жүрді. Оның әлі аллары да көп еді, берері де көп еді. Нағыз дер шағына келіп, нағыз уақытында тұрған кезде әттең өмірі қысқа болды. Бірақ енді Алла алдынан жарылқасын, иманбайлығын берсін. Артта қалған Алма ол жас әсияларға ұзақ ғұмыр берсін, жасамаған жасын берсін. Сансызбай мәңгі бізбен бірге. Сәкеңмен отбасымен араластық, Алмасы қасында жүріп, екеуі өнерде не бір байымыз деген, не болмаса осыдан бір керемет жағдайға жетеміз деген ойлары болған жоқ. Әйтеуір қол ұстасып кіріскен ісінен нәтиже тапсақ екен деп жүргеніне көп куә болдым.
Кейін мен мына Қарағанды театрына директор қызметіне ауысқанда жиірек араластық. Астанада қызмет істедім. Екі театрдың арасында шығармашылық байланыс болды. Осының барлығында мен Сансызбай ағамды керемет кісілігі үшін төбеме көтеріп жүрдім. Ол кісі інілерін қалай еркелетіп, қалай көтермелеудің өзіндік жолын игерген азамат болатын. Бұл кісінің елмен араласуы, өзінің қол астындағы қызметкерлеріне де жайлы болуы, жағдай іздей тұрып, соларға жанашыр бола білуі бүгінгі басшылық қызметтің бірден бір мектебі деп айтсақ болады. Театр осы кезеңдерде қаншама жақсы режиссерларды шақырды. Біз үшін белгілі ғой, облыстық театрда беретін көп қаламақы да жоқ. Бірақ шамасы жеткенше драматургтердің жаңа қойылымдарын қоюға, шамасы жеткенше осы Нұрлан Жұманиязов, мына жақтан Қуандық Қасымов, былайша айтқан кезде Әлімбек, Оразбек қаншама барып спектакльдер қойды. Бұның барлығы ең алдымен осы басшының, менің Сансызбай көкемнің берекесінің арқасында болатын. Мінекей осының бәрін амалғанша кезінде көзіне көп айта алмадық, ал қазір естелік ретінде осыны айтып отырмыз. Бұл жалпы басшы болудың, жалпы қызмет істеудің, жұмыс істеудің өзіндік моделін салған адам. Ешқашан қиын жұмысқа біреуді жұмсағанын көрген емеспін. Ол өзім барып кетейін, өзім барып келейін, өзім сөйлесейінші дейтінді көп айтатын, және орнынан тұруы жеңіл болатын, атып тұрып жүре беретін. Мәшине жоқ, көлік жоқ десек, онда тұрған ештеңе жоқ, мен жаяу бара салам деп қолтығына шаруасын қысып алатын да, міндетті түрде сол барған жерінен тірлігін бітіріп келуге тырысатын азамат еді. Ойпырмай, мынау жаңа ғимарат Сейфуллин театрының төбесінен тамшы тамды деген кезде кейбіреулер ана үйінің төбесінен тамған тамшы сияқты түсініп отыратын, бұл кісінің үйін су алып кетті ма деп. Бұл кісі үйінің қайда екенін, оның қандай жағдайда екенін білген ешкім жоқ, ал енді айтатыны театрдың жағдайы болушы еді. Сөйте жүріп спектакльдерін ойнайтын. Директор болып жүріп ойнаған бірнеше спектаклім көрдім. Кейде ойлайсың, директор міндетті түрде өзіне басты рөлді алып, соның ішінен өзі көрінетін нәрсені жасайтын шығар десең, жоқ, керісінше тіпті басқа ешкім ойнағысы келмейтін рөлдерді өзі алып жүрген сияқты көрінетін. Соған қатысып, сөйте жүріп сол театрды гастрольге апарып, фестивальға қатыстырып, өзі соның барын ұйымдастырып, сөйтіп артынша сахнаға шығып, рөл ойнап жүрген жеріне де куә болдық. Сөйткен Сансызбай ағамыз мінекей 1 жыл болды ортамызда жоқ, жатқан жері жайлы болса екен, артында қалған алмасына, бала-шағасына Алла береке беріп, мынау театры қазіргі таңда Қазақстанның ең іргелі театрының бірі ғарыштап, шарықтап, дами берсе екен, сол театрдың шығармашылық жетістіктеріне қуансақ екен, куә болсақ екен, мақтансақ екен деп тілек айтқым келеді. Сол кісінің тірлігін ары қарай жалғастыру, есімізде сақтау, шама келгенше мектебін кейінгіге дәріптеп айтып отыру, бұл біздің парызымыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы інілері, шәкірттері, достары барда көкеміздің аты ұмытылмайтын шығар. Жаны жәннатта болсын. Менің қабірімдің жанында тұрып жыламаңыз. Мен ол жерде емеспін. Мен ұйықтамайым. Мен соққан сан мың желмін. Мен қар бетіндегі жылтыр гауһарымын. Мен күн сәулесіне піскен дән. Мен күздің жылы жаңбырымын. Мен түнде шарқырап тұратын жұлдызбын. Таңертең тыныш оянған кезде көкжиекке арайлап атар күнмін. Менің қабірімнің жанында тұрып жылама. Мен ол жерде емеспін. Мен өлген жоқпын.